Қатерлі дертке шалдыққандардың өміріне қорған болған қарағандылық және теміртаулық дәрігерлер компанияның тартуына ерекше қуанышты. Себебі бір жұтым ауаға зар болған науқастар мен олардың жаны бірге ауырған. Сондықтан олар ішкі сезімдерін жасыра алмады. Қарағанды облысына арнайы тапсырыс бойынша 2 осындай аппарат табыс етілді. Бұл нөмір 1 көп салалы ауруханадағы жалғыз аппарат. Осы техниканың көмегімен ауыр науқасқа шалдыққан науқастардың өмірін аман алып қалу мүмкін болады деген үміттеміз. Тәж-тажалдың қақпаны биыл қарағандылықтарды аяусыз қапқаны бәріміздің есімізде. Германиялық аппарат басқа құралдарға қарағанда көптеген қызметтерді көрсетуге қабілетті. Мұны медицина мамандары да мойындап отыр. Респиратор Диксион последнего поколения соңғы үлгідегі респиратор Диксионның көптеген қызметтері бар. Ол бізге ауыр жағдайда түскен науқастарды емдеуге алғышарт бола алады. Коронавирустық індет кезінде ондаған, мүмкін жүздеген адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Компанияның игі көмегін Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Алматы мен Қызылорда облыстарының емдеу мекемелері көрді. Павлодар мұнай құбыры және шығыс операторлық қызметтер көрсету басқармаларының мамандары да шетелдік техникаларды ақ халатты абзал жандарға табыс етіп, ақжарма тілектеріне қанықты. Ал жаңа аппараттың маңызы зор. В период пандемии у нас очень много было пациентов, которые нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких. И я думаю, что этот аппарат современный немецкого производства в дальнейшем окажет помощь тяжелым пациентам для лечения тяжелой дыхательной недостаточности. Беріп жатқан екі аппаратымыз бізге үлкен көмек болады. Коронавирус болама басқа кездегі жүктіліктің асқынуында кезіндегі пациенттерге пайдаланатын өте қажет аппараттар. Көп рахмет айтамыз. Компания қашанда елімізде орын алатын қиын жағдайлар кезінде қол ұшын созуға дайын екендігін осы демеушілік арқылы жалпақ жұртқа паш етті. Және бұл бірінші қолғабыс емес екенінде атап өткен абзал. Ең бастысы барлығы отандастарымыздың дін амандығы үшін жасалуда. Компанияның тартуына біз барған барлық емдеу мекемелері разы. Казтрансойл акционерлік қоғамы әлеуметтік жауапты компаниялардың қатарында. Сондықтан осы елдің басына түскен індетке байланысты, осы коронавирусқа қарсы күреспен байланысқа өзінің атсалысып, үлесін қосып жатыр. Бұл Казтрансойлдың соңғы көмегі емес, жәрдем емес. Бұндай іс-шаралар алда да бола береді. Бейбіт Бөжен, арнайы КТО Ньюс телеарнасы үшін.